Оразаны шынай ұстаушыны бұл ораза не нәрсеге тәрбиелейтінін білесіз бе? Ендеше мына хадиске назар аударыңыз. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر رواه الترمذي. Имам Тирмизиден жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деген: ораза сабырдың жартысы. Алла тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызда, оқып жатқан тарауих намаздарымызды, жасап жатқан ізгі амалдарымыз бен дұға тілектерімізді қабыл етсін. Рамазан мұбарак болсын.